Бұка достар, қалайсыңдар? Мінекей, Долфин мен Мәрмет екеуміз қайтадан сыйлық беруді бастаймыз. Біздің полкілерге сыйлықтар жиналып қалды, өте көп. Бұл сыйлықты барлықтарыңыз да алып жатсыздар. Қай сыйлықтар сіздерге көбірек ұнады? Маған бәрі ұнайды. Мынау алдыңғы видеода көргендей, осы жерге бізге келіп алып кеткен біздің кейіпкерлердің сыйлықтары. Естеріңізде болса, осы жерде екі дикке шығатын парочка келіп алып кеткен. Сонан соң тағы да бір саяхатшы жігіт өзінің екі подружкасымен келіп, тағы да өздеріне сыйлық алып кеткен. Осындай сыйлықтарды біз таратуменен өзіміздің көңіл-күйімізді көтеріп, кейіпкерлердің көңіл-күйлерін көтеріп, көп нәрсеге өзіміз жұмысымызды риза болып жасаймыз. Маған Тока-Бока платформасының ұнайтын себебі, бұл жерде ойнап отырып, өте көп нәрсені үйренеміз. Өзім осы ойынды ойнағаныма жарты жылдай болып қалды. Жарты жылдың ішінде осы платформаның, YouTube каналдың бүкіл жаңалықтарын біліп алдым. Сондықтан әлде де білетінім алда көп. YouTube каналдың өзінің ішіндегі заңдарын, правилаларын біліп алмайынша, бұл жердегі біздің видеоларымыз монетизацияға ілікпейді. Сондықтан үйренеміз. Ал мен сұрақ қойсаңдар, бәріне жауап беремін. Мінекей Тока-Боканың модель қыздары. Бұлар да аватардағы Tommy Models'тың конкурсына қатысуға осы жерге келіп, өздері дефиле жасап, сыйлық алып, көліктерін ауыстырып жүреді. Ал олардың спонсоры осы мейірімді Долфин. Долфин өте бәрт, мейірімді. Оның подругасы Мәрмет, ол да өте жақсы, мейірімді, добрый қыз. Ол да сыйлықты таратқанды өте жақсы көреді. Мәрметті өте сәнқой. Ол да осы жерде жүріп, не деген көйлектер, не деген аксессуарларды ауыстырып тұрады. Настинне жігіт аватардан келген. Бүгін біз осы жерде көбінесе Тока-Бока модельдерінің сыйлық алғанын осы жерде көріп жатармыз. Олар тек қана сыйлық беріп таратып қоймай, олар тағы да сыйлық алады. Сондықтан бұларға да аватардағы кейіпкерлер сыйлықпен келеді. Мысалы, мына сыйлықты алып келген бұл оператор жігіт аватардың киностудиясында істейді. Ал мынау мұртты кісі бұл музыкалық продюсер. Вокал қояды, музыка жазады, диск жазып береді. Керемет. Мінекей, олар да Тока-Бокаға келіп жүріп, өте талапты, талантты, биші, әдемі қыздар мен ұлдарды жинайды. Мына үш қыз сол аватардың конкурсына өткен қыздар. Стардust-Сити қаласына келіп, селфи жасап жүр. Ура, өте қуанышты. Ал мынау Stardust-City'ден келген аватардың продюсер миллионерлері алмазный сақиналар алып кеп, осы модель қыздарға сыйлық тартып жатыр. Мынау хип-хопер, модель жігіттер. Бұлар да өздерінің сыйлықтарын алып келді. Тока-Бокадағы модель қыздарға. Қыздар мәз, риза. Өйткені сыйлықты тек қана беріп қоймай, сыйлықты алады біледі. Мынау шляпалы. Бұл да модель аватардың Tommy Models компаниясындағы модель жігіттер. Ал мынау продюсер. Бұл Тока-Бокадағы модель қыздардың продюсері, өзі сондай-ақ
осы почтада өзінің сыйлықтарын тарату бизнесмен айналысады. Контент түсіреді Мәрмет екеуі. Өте қызықты өткізеді. Мәрмет, не болған саған? Мен де модель болғым келеді. Мен де қарасай, мен де модель болуға дайынмын. Қайдағы, сенің аяғың жоқ па, сен қайтып модель боласың? Осындай технология дамыған заманда аяқ деген проблема ма? Барамды жасатып алам. Ха-ха-ха. Ондай болса болады. Баған спонсор боласың ба? Әрине болам. Мінекей неше түрлі спонсорлар, неше түрлі талантты қыздар мен жігіттерді іздеп жүрген миллионерлер келіп жатыр. Оларға да өте талантты қыздар мен ұлдар керек. Соны іздеп, соны танысып, сыйлық алады, сондай-ақ өздері сыйлық беріп кетеді. Қандай тамаша екі Тока-Бока мен Аватар платформасының симбиозда жүргені. Мінекей мына үш қыз Тока-Бока модельдері енді мықты үлкен қалаларда, Stardust City сияқты, Голливуд сияқты жерлерде, өздері мықты жерлерде жүріп, съемка жасайды. Себебі олар модель болуды мақсат қойған. Қандай қызық. Тока-Боканың қыздары да өте әдемі, сүйкімді. Сондай сүйкімді, сондай мейірімді қыздар, олар өздерінің дефиле жасайтын ақкөл настроенияларын, сондай-ақ әдемі киім киетін стиль екендерін көрсетіп, көптеген клиптарға қатысып жүр. Мына жігіт Аватардан өзіне Сафина сыйлап жатқан қызды бір клипына түсірмекші. Ал мына жігіт бұл Stardust City'дің Basel деген банкісінен кеп тұр. Бұл банкир. Ол да өзінің счетында подақысын алып, әдемі Тока-Боканы қыздарын өзіне жұмысқа шақырып жатыр. Мына жігіт тіптен қолында контрактімен кепті. Контрактісі бар, әдемі қызды тапқандарына қуанып, жұмысқа шақырып жатыр. Енді осы қыздардың бәрі Stardust City'ге барып, клипқа түседі, киноға түседі, сөйтіп өмірлері әдемі жаққа қарай өзгереді. Қандай да әдемі қыздардың бәрі осындай жолды таңдайды. Бәрі жұлдыз болғысы келеді, бәрі модель болғысы келеді. Ал Тока-Бока платформасы менен Аватар World платформасы осы мүмкіншілікті береді. Сондықтан достар, Тока-Бока достар, бәрімізде осы қыздарға сәттілік тілейміз. Сондай-ақ осы қыздар секілді бізде дефиле жасап үйренеміз. Осындай контенттер түсіріп үйренеміз. Түсініксіз болса, маған сұрақ қойып жазыңдар. Мен әрқашанда сұрақтың барлығына жауап берем. Мінекей 8 қыздан, 9 қыздан, 10 қыздан барлығы студия Томи Моделске өтті. Ура! Ура! Now office. Пока-пока.